Атырауда инфекциялық стационардың медициналық қызметкерлері қонақ үйлерге орналастырылады. Бүгін Атырау облысы әкімінің орынбасары Бақытгүл Хаменова номері 2-ші Атырау облыстық ауруханасының жұмысымен танысты. Оның сөзінше медицина қызметкерлерінің ерен еңбегі аймақ басшысының айрықша назарында. Дәрігерлердің қауіпті вирустың таралмауы мен науқастарды емдеу жолындағы еңбегіне алғысын білдірді. Қонақ үйлерді уақытша пайдалануға алу оңайға соқпаған. Көптеген кәсіпкерлер ат тондарын ала қашқан. Соған қарамастан облыс басшылығы бизнес өкілдерімен жүйелі келіссөздер жүргізу арқылы дәрігерлерге жағдай жасауға қол жеткізген. Бүгінгі күні Атырау облысының әкімінің тікелей ықпалымен дәрігерлерімізге жағдай жасау мақсатында мынау Шағала қонақ үйінің 200-ге жуық орынды сол ақ халатты абзал жандарымыздың манағы жұмыстан кейін өздерінің ары қарай үйлеріне бармай, мысалға науқаспен енді олар түнде шығып атады, таңда шығып атады, олардың уақыттары өлшеусіз мысал үшін. Сондықтан да ол кісілердің еңбегі ескеріліп, мысалға бүгінгі таңда жағдай жасау мақсатында сол Шағала қонақ үйі барлық манағы жан-жақты қамқорлық тудыруды бүгінгі басты ұстанымыз. Сондықтан да ертеңнен бастап дәрігерлеріміз сол қонақ үйлерге орналастырылып, ары қарай олардың жағдай тыныс-тіршіліктерін ұйымдастыратын боламыз. Бүгіннен бастап 63-ке жуық дәрігер жұқпалы аурулар ауруханасының медбикелері, облыстық аурухананың 70-ке жуық медициналық қызметкері Шағала қонақ үйіндегі жайлы орындарға орналастырылады. Сондай-ақ ақ халаттыларға дана және престиж қонақ үйлерінен де қосымша керуеттер дайындалған. Облыс әкімінің орынбасары Қазақстан Республикасының бас санитарлық дәрігерінің қаулысына сәйкес өңірдегі медициналық мекемелерде санитарлық талаптар күшейтілгенін атап өтті. Президенттің тапсырмасына сай медицина қызметкерлерін қолдау Атырау облысында да жүзеге асырылуда. Коронавирус инфекциясын жұқтырғандарды емдеп жатқан барлық дәрігерлер үстемақыларын толық көлемде алды.